Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгін сіздердің назарларыңызға кезектегі тақырып саясаттану және әлеуметтану пәні бойынша ол мемлекет және азаматтық қоғам. Бүгінгі жаңағыдай қарастыратын сұрақтар ол бірінші мемлекет ұғымы және атқаратын қызметтері, екінші мемлекетті басқару түрлері, үшінші мемлекеттің аумақтық ұйымдасу түрлері, төртінші азаматтық қоғам және құқықтық мемлекет. Және де бүгінгі аз уақытта осы тақырыптарды қысқаша айтқанда қарастырып кетуге тырысамын. Ең алғашқыда жаңағыдай мемлекет деген жаңағыдай ұғымға келетін болса, мемлекет ол ежелгі институт болып табылады. Ежелгі былай айтқанда кез келген жаңағыдай қоғамның өмірінде пайда болған институттар ол қоғамның жаңағыдай қажеттіліктерін қанағаттандыруға тырысатын институттар болып табылады. Осында жаңағыдай мемлекет те ол жаңағыдай халықтың, қоғамның қызығушылықтарын және де қажеттіліктерін қанағаттандыруға тырысатын саяси институт болып табылады. Жалпы мемлекет туралы өте көп мәліметтер жазылып кеткен. Әсіресе жаңағыдай ежелгі ойшылдардың еңбектерінде, бұның жаңағы ойшылдар көбінесе келетін болса, ол жаңағыдай көне ежелгі грек кеңістігіндегі ойшылдарға, ежелгі Рим жаңағыдай кеңістігіндегі ойшылдарға айтқанда жүгінуге болады осы еңбектеріне. Бұнда өте қызықты жаңағыдай ойлардың бірі ол жаңағыдай Платонның, ежелгі Грекия ойшылдары және де Аристотельдің еңбектеріне жүгінуге болады. Мысалы, Аристотель мемлекет туралы көп жазып кеткен, мемлекеттің түрлері және де оның жаңағыдай кім басқару керек деген сияқты, қалай басқару керек и қандай адамдар жаңағыдай сапалы басқарады деген сияқты. Өзі Аристотель жаңағыдай мемлекеттің жаңағыдай басқару түрі бойынша, және жалпы мемлекет түрлері бойынша анықталған бір жіктерді ұсынған. Ол жіктер жаңағыдай келесідей болады. Мысалы, егер бір адам басқарса, жалпы ол жіктерді ол жаңағыдай екіге бөлген, екі типке, яғни дұрыс және бұрыс деген сияқты, яғни бұрыс және дұрыс емес деген сияқты. Осы мысалы, осы екі тип бойынша келесі айтқанда категориялар болады. Мемлекеттің және де басқа түрлері. Ол бір адам басқарса, ол жаңағыдай дұрыс түрі ол монархия. Егер бұрыс түрі ол тирания. Егер бір азшылық басқарса, азшылық топ деген сияқты. Дұрыс түрі ол аристократия. Біз білеміз, аристократия ол өте байқандай керемет, дарынды адамдардың несі, қабаты. Аристократияға көбінесе не тән? Аристократия ол көбінесе білім. Бірінші ең құндылық ол аристократтар үшін ол білім, сапа, этикет и және де тағы да басқа жақсы қасиеттер тән. Ал бұрыс түрі ол олигархия, Аристотель бойынша. Мысалы, олигархия ол жаңағыдай бай адамдардың несі тобы деп айтып болады. Көбінесе олигархтардың несі басты құндылығы, то есть қажеттілігі дейді, ол жаңағыдай қаржы и және де материалдық құндылықтар. Ал келесі категориясы бойынша ол көпшілік басқарған кезде, көпшілік ол жаңағы дұрыс түрі бойынша ол жаңағыдай дұрыс демократия деп айтылады, немесе политея дейді. Политея бұрыс түрі ол жалпы жай демократия, яғни айтқанда көпшіліктің несі басқару түрі. Осылайша жаңағыдай Аристотель осы мемлекет басқару түрлерін, мемлекеттің түрлерін бөліп кеткен.
Мысалы Платон өз еңбектерінде мемлекетті басқару керек деді, философтар деді. Өйткені философтар былай айтқанда өте керемет ойшылдар болып табылады және де сапалы деп санаған Аристотель. Жалпы мемлекет ұғымы деген сияқты және де атқаратын қызметтеріне келетін болсақ, ол мемлекет белгілі бір аумақта құрылған әлеуметтік әртекті заңды түрде мәжбүрлеу құқығына ие, заң тәртібі сақталатын қоғамдағы саяси биліктің әмбебап ұйымдастырылу түрі. Яғни тек қана мемлекет жағынан барлығы заңды болып табылады. Егер күш салса да, тағы да жазаласа да, ол мемлекет тарапынан жағынан заңды болып табылады. Келесі бір жаңағыдай анықтамалардың бірі ол мемлекет саяси жүйенің негізгі институты ретінде адамдардың, топтардың біріккен әрекетін бағыттайтын және де бақылайтын жаңағыдай үлкен күрделі институт. Мемлекет белгілі бір басқару тәртібі, басқару органдары және құрылымы бар елдің саяси ұйымы. Жалпы айтып кеткен жөн мемлекеттің басты белгілері. Біріншісі, өзіндік аумағының және халқының болуы, яғни кез келген мемлекет болу үшін оның жаңағыдай аудиториясы болу керек, яғни қайсының ол жаңағыдай қызығушылықтарын, қажеттіліктерін қанағаттандыратын аудитория болу керек. Ол қоғам, халық болып саналады. Біз білеміз, халқы бойынша әртүрлі мемлекеттер болады. Мысалы, моно ұлтты халқы бар мемлекеттер және де поли ұлтты. Моно дегеніміз ол, яғни бір анықталған бір территорияда, мемлекет болып аталатын территорияда бір ұлт қана тұрады. Мысалы, туған айтып кетуге болады Жапония. Ал поли ұлтты ол жаңағыдай осы жер бетін мекендейтін көптеген мемлекеттердің барлығын айтуға болады. Оның ішінде әрине бар моноұлттылар, бірақ көпшілігі полиұлтты болып саналады. Мысалы, ақш-ты айтсақ та, Европа мемлекеттерін айтсақ та, Францияны айтсақ та, тек қана француздар тұрмайды, онда Алжир, Марокко, барлық жаңағы араб өкілдерінің ұлт өкілдері тұрады, және де Африка ұлт өкілдері тұрады. Мысалы, Ресей ол тарихи жаңағы Ресейдің территориясында тарихи қалыптасқан жаңағы ұлттар, ол мысалы баяғы моңғол шабуылынан қалған жаңағыдай нелер ұлттар, және де кейінгі жаңағыдай қалыптасқан жаңағыдай қосылған жаңағыдай елдер болып саналады. Яғни Ресей Федерациясы да ол полиұлттық болып келеді. Және де өзіміздің отанымыз Қазақстан Республикасы да ол айтқанда полиұлтты болып келеді. Яғни біздің территориямызда 130-дан астам ұлттар және де конфессиялар айтқанда бейбіт қарым-қатынаста өмір сүріп жатыр. Сондықтан келесі белгілері ол екіншісі басқару жүйесінің болуы. Кез келген мемлекеттің өзінің бір орталық жаңағыдай басқарылатын орталық жалпы жүйесі қалыптасқан болу керек, және де бір орталықтан басқарылу керек деген сияқты. Ақша белгілерін шығару монополиясы, яғни біз білеміз, тек мемлекетке ғана тән ақша банкноттарын, яғни қаржы билеттерін шығаруға рұқсат деген сияқты. Біз білеміз, өзіміздің жаңағыдай алғашқыда тәуелсіздік алғаннан бері 91-де тәуелсіздік алдық. Бірақ 93-ке дейін Қазақстан Республикасының жаңағыдай өзінің мемлекеттік ұлттық жаңағыдай ақшасы, қаржы билеті болған жоқ. Қуанышқа орай, жаңағы біздің елбасымыздың арқасында жаңағыдай 93 жылы 15 қарашада Қазақстан айтқанда халқы өзінің ұлттық ақшасына айтқанда ие болды, қолы жетті деген сияқты. Қазіргі 30 жылға жуық уақыт өтті тәуелсіздігімізден, әлі күнге шейін жаңағыдай сол өзіміздің жаңағыдай ақшамызды біз қолданып келе жатырмыз. Келесі белгісі ол ішкі және сыртқы егемендігі.
бұл енді бұл туралы өте көп айтып болады. Ішкі сыртқы деген сияқты егемендік деген тек қана қағазда болмау керек қой, иә, ол баяғы жалпы көптеген салаларда беку керек ол егемендік, тек қана қағазда емес, барлық мемлекеттер сол анықталған бір елдің, мемлекеттің егемендігін мойындап, тек қана сонымен ғана аяқталмау керек. Егемендік барлық салада болу керек, экономикада, саясатта, әскери салада да жаңағыдай егемендік және де болу керек. Жалпы халықтың жаңағыдай потенциалына сүйене отырып та егемендікті біз нығайтамыз, бекітеміз и барлығына жаңағыдай жариялаймыз деген сияқты. Ал экономика десек, ол жаңағыдай мемлекет, ол көбінесе сыртқы импортты көбейту емес, көбінесе экспортты көбейткен жөн. Өйткені экспорт, яғни ол мемлекетте не шығады, товарлар шығады деген сияқты. Товар шығаруға өзінің несі болу керек, потенциалы, интеллектуалды, жаңағыдай жалпы адами деген сияқты потенциал болу керек. Мысалы, Жапония, ақш, Германия деген секілді елдер әлемді жаңағыдай өзінің товармен қамтамасыз етеді. Сондықтан бұл өте маңызды экономикалық және де әскери де өте маңызды. Кез келген мемлекеттің жаңағыдай әскері мықты болған жөн, қаруы, өйткені ол да бір сенім береді деген сияқты кез келген мемлекетке. Және де халқы, мен басында айттым, сауаттылық, халыққа сауаттылық, ширақтылық деген сияқты мәдениеттілік өте қажет. Дұрыс мемлекет болу үшін, дұрыс. Әйтпесе, сауатсыз халықпен айтқанда дұрыс емес басқару өте жеңіл. Жалпы мемлекеттің біз кезектегі сұрақтардың бірі ол атқаратын қызметтері. Жалпы кез келген мемлекеттің өзінің айтқанда екі қызметі болады, екі саладағы қызметі. Ол ішкі қызметі и сыртқы қызметі. Кез келген, яғни әйгілі адамдар айтады ғой, бұл айтқан жалпы кез келген жанұя ол кішкентай мемлекеттер. Жанұяда ол ішкі жаңағыдай қызметтер бар и сыртқы қызметтер бар. Сондықтан мемлекет бұл күрделі болғанымен жалпы былай айтқанда екі жаңағыдай қызметі бар. Ішкі қызметтеріне жатады. Ішкі, яғни өзінің қоғаммен жұмыс істеуіне қатысты деген сияқты, территория ішіндегі атқаратын қызметтер. Ол ұйымдастырушылық, яғни халықты бір бағытта, бір идеяда деген сияқты ұйымдастыру, бір үлкен бір жұмыстарға бағыттау деген сияқты. Заң шығарушы, яғни ішкі басында айттық қой, парламент, кез келген мемлекетте заң шығарушы органдар бар. Мысалы, ол жаңағыдай парламент, кейбір елдерде, әр елде әртүрлі айтылады. Мысалы, ақш-та конгресс дейді, Израильде кнессет дейді, мысалы, Ресейде дума дейді, солай, Украинада рада дейді. Әртүрлі елде әртүрлі. Сондықтан заң шығару, дұрыс заң шығару мемлекетке өте маңызды. Жалпы, екінші жаңағыдай үлкен сұрақ ол мемлекеттің басқару түрлері. Тарихи біз білеміз, мемлекеттің жаңағыдай екі түрі қалыптасқан болатын. Алғашқы тарихи түрі ол баяғыдан бері жатқан, осы қоғам болып қалыптасқаннан бері, жер бетіндегі адамдар қоғам болып қалыптасқаннан бері жаңағыдай пайда болған басқару түрлерінің бірі ол жаңағыдай енді алғашқы нелері басқаша аталады. Деспотия, тирания деп аталады, тағы да көп түрлері бар. Жалпы бүгінгі қазіргі теорияларда бұл монархия и және де республика болып табылады. Республика болып табылады. Монархия ол көбінесе қазіргі таңда ол абсолюттік монархия, конституциялық монархия болып та бөлінеді. Республика ол президенттік республика болуы мүмкін, парламенттік республика болуы мүмкін, и және де аралас екеуінің, осы екеуінің бір көрінісі, бір елде, бір территориядағы көрінісі деген сияқты. Мысалы, Франция жартылай президенттік болып табылады. Так. Енді келесі
былай айтқанда тақырыптарда біз келесі былай айтқанда материалдарды қарастыруға тырысамыз. Бүгінгі жаңағыдай енді қысқаша уақытта көп сұрақтарды, енді анықталған бір сұрақтарды шешуге тырыстық. Жақсы, сау болыңыздар, келесі кездескенше.